Саламатсыздар ма достар, қалайсыздар? Мынау маған көптеген сұрақтар келіп жатыр. Соның ішіндегі ең көп келіп жатқан сұрақтардың бірі 400 МРП грантына сопровождение жасайсыз ба және қалай болады деген. Сол сұраққа қазір жауап бере кетейін. Иә, сопровождение жасаймыз толыққанда. 1 572 800 теңге болып көбейді қазір грант. Бұл грантқа толық сопровождение жасаймыз. Толық сопровождениеге не кіреді? Бұл жерде негізгі ең бірінші еңбек кезет бизнес еңбек сайтына тіркейміз. Одан кейін бастау бизнес жобасының оқуынан өтіп, қорытынды тестін тапсырып, 3 жылға жарайтын осы 1,5 миллион және 5 миллион гранттарына жарайтын сертификат алып береміз. Одан кейін өтімді бизнес идея таңдап береміз және де бизнес план жазамыз. Одан кейін бизнес планды тіркеп, заявка жіберіп береміз және де комиссия отырысынан қалай өту керек, қандай лайфхактар бар, қандай тиімді жақтар бар, сол бойынша консультация береміз. Және де сопровождение бағасы 40 000 теңге болады. Сонымен қатар, егер бірінші топта қатысып ұта алмай қалсаңыз, екінші потокта сопровождение тегін болады. Сонда сіз 40 000 теңгеге бірден 2 сопровождение алдым деген сөз да сонда. 2 потокқа да қатысуға. Енді көп жағдайда бірінші потокта ұтып жататындар да болады. Жалпы жұмыс осылай жүреді. 2022 жылдың аяғынан бастап осы гранттармен айналып жатырмыз. Тәжірибе бар. Қазіргі уақытқа дейін қаншама адамдардың ұтуына себеп болдық, көмектестік, жол көрсеттік, бизнес план жазып бердік, сопровождениесін жасадық. Каналымызда арнайы видео сабақтарда тұр. Және де клиенттердің отзывтары, жұмыс жасау барысымыздан, тәжірибеден қаншама видеолар бар. Соның барлығын ескеріп, тәжірибеміздің барлығын қосып, қазір енді осындай қызмет көрсетіп жатырмыз. Егер қызмет алам деген кісілер болса, сенімді, сапалы қызмет көрсете аламыз. 2025 жылы өзгерістер бар. Мысалы, сертификат бұрынғыдай емес. Бастау бизнестің сертификаты күрделенді. 14 модуль арасында практикалық тапсырмалары және қорытынды тесттің жауаптары өзгерген, тесттер сұрақтары. Одан кейін бизнес план бойынша да, қаржылық есептілік бойынша да біраз өзгерістер бар. Оның барлығын ескеру керек. Одан кейін және де қазіргі уақытта негізгі басымдық беріліп жатқан салалар бар. Грант алуға сол салалар бойынша да жақсы идеяларды таңдап, өтімді деген идеяларды таңдап, сіздердің мысалы қажеттіліктеріңізге, тұратын орындарыңызға, қызығушылықтарыңызға қарай бір жақсы идеяны таңдаймыз. И сол жақсы таңдалған идеяға сай бизнес план жазып, сіздерді дайындаймыз осы грантқа. Солай сопровождение жасап береміз, сенімді қызмет көрсетеміз. Каналымыз әрқашан пайдалы болады. Каналымыздан пайдалы ақпараттарды көріп отырасыздар. Каналға жазылып, видеоларымызға лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Енді категорияларыңыз келіп жатса, бұл грантқа қатысып, бақтарыңызды сынап көріңіздер. Ұтып алу мүмкіндігі бар. Одан кейін, мысалы, грантты мен саған алып беремін, осынша ақша бере қал дейтін неше түрлі алаяқтар шығады. Ондайларға алданып қалмаңыздар. Бұл жерде жақсылап әрекет жасау керек. Өзіңіз кіріп комиссияның алдында қорғап шығасыз. Дайындалу керек. Жақсылап дайындалсаңыз, ұтуға шанс әрқашан жоғары. Баршаңызға сәттілік.